Кайрылуу күн алтын оймак үйірмесінің оқырмандары. Бүгін біз шашқа тағатын әшекейлерге арналған гүлдер жасап үйренеміз. Бізге керек заттар: қайшы, сызғыш, қалам, резинка, ыстық клей және гүл жасайтын арнайы түрлі түсті қағаз. Қағазымызды 4 және 3 сантиметр етіп, дөңгелектеп қиып аламыз. Дөңгелектеп қиып алған қағазымызды ортасынан бөлеміз. Жартылай қиып алған шеңберімізді жартысына дейін тағы да қиып шығамыз. Жартылай қиылған жерді ыстық клеймен жабыстырып шығамыз. Жабыстырылған жарты шеңберіміздің ең кішкентайын орап желімдейміз. Енді осыған дайын болған гүл жапырақтарын кезегімен желімдеп шығамыз. Гүліміз дайын. Енді гүлімізді резинкеге жабыстырамыз.